Кандай настроение сен отырсаң да ол жерде. Ешкімнің кінәсі жоқ сізде настроение жоқтығына. Сен өзің кінәлімсің. Әркім өзі кінәлі. Сенің жұмысыңда бір жерде бір машинаның дөңгелегі жарылып қалып келіп, үйіңе бүкіл атмосфераны өзгертуге хақың жоқ сенің. Неге сен бүкіл адамды бұзасың? Ешбір проблемаңды әкелмей бұл жаққа. Адам ғой бәрі. Сосын проблеманы ұлғайтып үйретпе үйде. Раббың бар емес па сенің кез келген проблеманы шешетін? Неге шеше алмаймыз біз оны? Өйткені біз бір нәрселерді кешіктіріп жүрміз. Біз кешіктіріп жүргеннен кейін анау да кешігіп тұр. Ол кешіге береді. Өйткені Аллах Тағала қалаған нәрсесін істейді. Біз қалағандай болып кетпейді. Ананы бер, сонда берем дейді Алла Тағала. Бірақ сондай рақымды. Қаншалаған нәрсені лайықты болмасақ та бере береді екен. Қаншалаған қателіктерімізді елемет деді екен да.